Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше математика сабағын бастаймыз. Бөлім сәулет. 63-ші сабақ. Біз бүгінгі тақырыпта нүктенің координаталары және қозғалыс бағытымен танысатын боламыз оқушылар. Оқудың мақсаты шамалар арасындағы тәуелділікке пропорцияның белгісіз мүшесін табуға берілген есептерді талдау және шығару арқылы нүктенің координаталарын анықтауды үйренеміз. Координаттар ол латын тілінен аударғанда ко бірге және ординатус анықталған, яғни жазықтықтағы кез келген беттегі не кеңістіктегі нүктенің орнын анықтайтын сандар. Ғылымға ең әуелі аспан сферасындағы немесе жер шары бетіндегі нүктенің орнын, яғни ендік пен бойлығын анықтайтын астрономиялық және географиялық координаттар енді. Тік бұрышты координаталар жүйесі өзара перпендикуляр екі түзу осьтермен беріледі. Олардың әрқайсысы оң бағытымен алынады және масштаб бірліктері бірдей кесінділермен беріледі. Бұл осьтерді координаталар осі деп, ал олардың қиылысу нүктесін О координаталар басы деп аталады. Осьтерді біреуін абсцисса осі OX осі, ал екіншісін ордината осі OY осі деп атайды. Бізге міне суретте көріп отырғандарыңдай екі нүктенің ара қашықтығы үзік сызықтармен белгілеп аламыз, берілгені бойынша OX-тен және OY-тен біріктіріп берілген нәтиженің нүктелерін қиылыстырамыз. Тік бұрышты координаталар жүйесі санақ басын 10 нүктеде қиылысатын өзара перпендикуляр екі координаталық түзу қалыптастырады. Біз координаталық нүктелер арқылы кез келген бейнелер жасауымызға болады. Мысалға суретте көріп отырғанымыздай нүктелерді белгілеп алу арқылы көгершіннің бейнесін көріп отырмыз. Сабақ барысында бірінші тапсырманы орындаймыз. Ол оқулығымыздың 54-ші бетінде. Берілген координаталар картадағы нысандардың қайсысына сәйкес келетінін анықтаймыз. Дүкеннің және саябақтың, вокзалдың координаталарын атаймыз. Бізге нүктелер беріліп тұр. Осы нүктелердің саябақтың нүктесі координаталық осі қай жерде біріктірілген, және де дүкеннің, вокзалдың координаталарын OY және OX осьтерінен белгілеу, қиылысу нүктелерін белгілеу арқылы табамыз. Екінші тапсырма әріптердің координаталарын анықтаймыз. OX және OY қиылысу нүктелерін белгілей отырып анықтаймыз. Мысалға, А нүктесінің координатасы OX осінде 2, ал OY-де 1, яғни 2-де 1 екен, А нүктесінің қиылысу нүктесі. В нүктесінің қиылысу нүктесі OX осінде 1-де, ал OY осінде 3-ті белгілеп тұр, яғни қиылысу нүктесі 1-де 3. С нүктесінің қиылысу нүктесі, мысалы, координатада OX осінде 4, OY осінде 3 координаталық нүктесі, яғни 4-де 3 екен. Осылай екінші бағандағы D, E, F координаталық нүктелерін анықтаймыз. Алтыншы есеп. Көп бұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлшейміз. Олардың периметрлерін табамыз. Сызғыштың көмегіне сүйенеміз. Оқушылар,
сызғышымызбен, қолымыздағы сызғышымызбен өлшей отырып, көп бұрышты қабырғалардың ұзындықтарын өлшеп, мәндерін дәптерімізге жазамыз, оқушылар. Осыменен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, оқушылар.